Абайдың парасы. Абайдың айнасына қараған әр қазақ өзін жасап жатқан қоғамын көреді. Оның жырлары ғана емес, адами келбетінің айнасы әрбір меннің қыңырын дүзеп, қисығын жөнге салар рухани тез іспетті. Әммеге мәлім жайт, Абай да әкімшілік қызмет атқарған кісі. Шыңғыстау өңірінің болысы болған. Бір деректерде болыстық қызметінің уақытын 12 жыл десе, соңғы құжат деректері 15 жылға жуық болыстық қызмет атқарған дейді. Қызығы, бүгінгі қазақ қоғамы күрес толассыз жүріп жатқанына қарамастан пара індетінен әлі де айыға алмай келеді. Беретін де, алатын да өзіміздің қара көз. Осы арада Абай пара алды ма екен деп ойлап отырған боларсыз. Тұрағұл естеліктерінде мынадай әңгіме кездеседі. 1000 жасар құбылан баласы деген атасынан бері неше рет шабылып, шашылса да, дүре жеп, абақтыға жатып, жер аударылса да, үйіне келісімен тағы ұрлық қылатын кәрі ұрының айтқаны. Жасымда Абайдың сұраған малының шынын айтып, шыншыл атанып, абыройлы ұры болып жүрдім. Сонау бір жылы Қаракесектен молырақ мал алып, енді осы малды кім сұраса да айтпалық десіп, бар жолдасыммен түгел төбемізге тас қойып анттасқанбыз. Содан кейін жоқшы келген жерден Абай мені шақыртып алып сұрап еді, айтпай таңғам. Қыстың сақылдаған аязында төбеме су құйып, қинаса да айтпай отырғанымда Абай өзі: «Ой, Құдай атқан, не оттап отырсың? Бір жолдасың әлде қашан айтқан. Пәленің пәлен алыпты, түгенің түген алыпты. Жолдасың пәленше, түгенше деп барын жайып салғаны. Сөйтсем, иттер айтып қойған екен. Содан кейін өмір бойы сөзіме сенбейтін қылып алдым. Ал хакімнің баласы Тұрағұл шынында әкемнің ұрыдан алатын парасы шын сөзі еді десе, Көкбай естелігінде өтірік айтпай, шынын айтатын болса, мал ұрлайтын ұры болса да сүйуші еді. Ұрыдан алатын парасы шынын айтқаны деп келеді. Көкбай мен Тұрағұлдың сөзі әбден қисынды. Абайдың замандас ұрыларының сөзі: Абайдың алдына өтірік сөзбен бара алмаймыз. Жанымыз қалса шын сөзіміздің арқасында қалады. Сол заманда бір ұрының шығарған өлеңі: күнту болыс болғанда жортқаным-ай, керей менен матайды тортқаным-ай, қазы менен қартаны кертіп шайнап, Абай болыс болғанда қорыққаным-ай деп бебеулейді. Яғни шындығымен ғана құтылатын ұры енді бәрін құсатын болғаны үшін пұшайман болады. Мұхтар Әуезов Абайдың өмірбаяны еңбегінде жалпы атқамінерлерше ұлыққа пара беру, жалынған дегенді Абай еш уақытта білген емес деп, қашанда турасын айту Абайдың ұлықтармен болған қарым-қатынастағы маңызды мінез екенін айтады. Ол болыс болып тұрған күнінде де, болыстықтан босағаннан кейін де елдің ірілі ұсақты дау жанжалдарына билік айтып отыратын, бітісе алмағандар ат арытып іздеп келетін елдің қадірмен кісісі болған. Жамантай деген кісінің Тезекбай, Көжекбай деген екі ұлы әкелерінің тірісінде бөліп берген жерге таласып, дау ұлғайып, Матай билерінің арнасына сыймай кетеді. Іс былай болады. Әсілі әкелері бөліп беріп кеткен жерді Көжекбай билерді паралап, баталасып, атпен ақша жүгіртіп, ағасы Тезекбайдың меншігіндегі жерді өз иелігіне билік айтқызып алады. Өзі кедей болса да зорлық көрген Тезекбай жергілікті билердің сатымсақ билігіне көнбей, Абай алдына барса ғана разы екенін айтып отырып алады. Билер Абайды Көжекбай байдың ығына жығу үшін таныстықтарын салып, Мағауия арқылы Абайға 2 жыл мінілмеген буырлала ат беріп, өз биліктерін өзгеріссіз қалдырмақ болады. Бірақ Мағауия да, Абай да бұған көнбейді. Дау Абай алдына келгенде жердің Тезекбайға тиісті екенін, малды жанды Көжекбай мал беріп, қолы қысқа Тезекбай уақытша пайдалануға өріс беруіне үкім етеді. Жер Тезекбайдың өзінде қалатын болып, құдайшылықпен бітім айтады. Біздің қоғам үшін ертегі сияқты, бірақ Абай өмірін қанық білетін кісілер үшін бұл солай болуға тиіс ақиқат. Ат пен ақша емес, жоралғыға ұруын көлденеңдету, дауды өз ығына жығу үшін ортаға ата салу,
абайға тағы да жүрмеген. Сыбан мен мұрын ортасында жесір дауы болады. Абай өз атынан кесім айтуға Оразбай мен Жиреншені жіберіп, жесір қалып, өз сүйгеніне қосылмақ үшін басына ерік сұраған мұрынның қызына теңдік әперуді тапсырады. Екеуі де әу баста солай істесе де, Сыбанның бір кісісінің «Жол осы ме еді, Кеңгірбай аруағы қайдасың?» дегеніне майысқан Оразбай Кеңгірбай жолын бұзғысы келмей қалады. Осы орайда Абайдың өзінен жасы үлкен рулас туысы Оразбайдың қарсылығына қарамастан мұрын қызына теңдік алып бергені, 1897 жылғы Бәзілдің қызы Қадишаның дауы, Мұқыр болысының сайлауының алдында болған бұл дауда да ата ұру намысы Абайға пар есебінде жүрмеген. Және басқа да осы тектес оқиғалар көп болған. Қарамола съезі, Көктұмадағы Жетісу мен Семей облысының бас қосқан Шербашнай съезінде халық тілегімен Абай төбе би болып сайланады. Мұхтар Әуезов мұның себебін Абайдың білімі мен жүйріктігіне және көлденеңге айтатын шебер әділ билігімен қоса, Абайдың би болуын көп елдің тілейтініне тағы бір себеп, Абайдың билігі өзге рубасылардың парашыл, бұратартқыш билігінен басқаша болған дей отырып, ел ішіндегі дау жанжалды Абайға билетуге жаулары да ынтық болып отырғанын айтқан. Құнанбай тұсынан ұдайы жаулықпен келе жатқан жігітектің үлкен дауларында өздері даудысынған биеде Абай болған. Ырғызбайдың зорлықшыларына ең алдымен аямай жаза кескен де Абай. Ырғызбай тұқымы былай тұрсын, өз әкесі Құнанбайдың кіндігінен тарағандарға да бұра тартып туғандық көрсетпеген. Абайдың әділдігін інісі Оспан мен жайлауға көшпей отырып қалған жатақ ел арасындағы егін дауы, Тәңірбердінің баласы Әзімбай мен Жігітек руының арасында болған егін дауларында Оспан мен Әзімбайға төлем және айып төлетуі де оның қара қылды қақ жарған би екендігін көрсетеді. Тура биде туған жоқ деген сөз осы орайда айтылса керек. Дала билерінің әділдік дәстүрін жалғастырған ол әйелін жүгініске отырғызып айыбын төлеткен. Оспанның көзі тірісінде шабындыққа бөліп берген жеріндегі жинаулы тұрған Көтібай дегеннің шөбін Еркежан бәйбіше қораға тасытып алады. Ол кезде Оспан өлгеніне 3 жыл өтіп, Еркежан Абайға атастырылған. Көтібай шағымын тыңдаған Абай Еркежанды шақырып, жүгініске отырғызып, ісін мойнына қойып, Көтібайдың шабындық жерінен алған шөпті екеселетіп төлеттіреді. Бүгінгі қоғамның жарасына тұз себетін мұндай мысалдар хакім өмірінде көптеп кездеседі. Мұратымыз мысалды дізбелеп отыру емес, қоғамдағы бір індетке хакім өмірінен өнеге қаузап көру. Рухани жаңғырудың шын мәнісі тарихымызда өткен дегдар тұлғалардың рухани болмысын жаңғырту арқылы шырайлана түсетінін ескерсек, Абайдың парасы біраз адамдардың өмірі үшін өте керекті, өзекті мәселе екені анық. Мақала авторы Оразбек Сапархан.